Ассалаумағалейкум, көріп жүрген каналым тұрақты көрермендері. Біз кезекті біткен квартирамызды таныстырып көрсете кетсек. Бізде мынау кіреберісі. Кіреберісте өз натяжной, парящий, матовыйда натяжной. Стеналары молдинг, панельдер, бұраларымыз барлығы осындай алтын түсте. Оң жаққа қарай бұрылатын болсақ, сразу кухня. Бұл жер мебель жұмыстары енді жүреді. Мына жерде мебель тұрады, ар жақта мебель тұрады. Мына жерде мебель бері қарай шығады, стек көрінбеу үшін кафельдің арақта оқып төседік. Себебі ертең күні енді құдай сақтасын, бірақ ламинат көтеріліп андай жағдай болатын болса, мебельді бұзбайсыздар. Тек қана бері жақтама ламинат ауыса беретін болады. Сол себепті кафельдері төселінген. Ал қалған жақтарын барлығы ламинат. Стенасы итальянский краска. Цветі слоновой кость дейді. И осындай панельдер латунмен жан жақтарымен латун жабысқан. Коридор да сондай. Одан екінші келесі есік бізде. Бұл как зал. Төбесі магнитный трек. Натяжной. Люстрамыз осындай керемет дизайнда. Қабырғалардың барлығы молдингпен сәнделінген, панельмен сәнделінген. Мына жерде енді кондер тұрады. Кондер скрытый. Шнур салбырап, болмаса ары қарай далаға қарай шыққаны салбырап көрініп тұрмау үшін скрытый болып істелінген. Кондер үстінде бүйтіп жауып қалады. Мына жерде TV зона болады. Ол TV зонаны мебельчиктер жасайтын болады. Барлығы полный бір қабырғаны мебельмен, полкасымен мебельчиктер істейді. Келесі бөлмеге ауысатын болсақ, келесі бөлмеміз бізде спальный. Спальныйда краска барлығы. Бұның да төбесі натяжной. Мына жерде гардеробный болады. Гардеробныйда мебельчиктер істейді. Купейный вариантпен ашылатындай қылып. Бұл жерге арнайы споттарын қойдық. Бөлек жанады. Мына жағы бөлек жанады. Екі бөлмелі квартира. 60 квадраттық. Келесі есігі санузел, туалет. Босымыз деген. Баяғыдай. Бізде санузел. Іші кішкентай болғаннан кейін, ванна сыймайтын болғаннан кейін, барлығы сыйымды қылып, душевой істедік. Душевойда купейный вариант, екі жаққа ашылады былай. Іші дизайнмен, қана ішкі жағын қара кафельмен істедік. Қалған жақтарын барлығы ақ цветті. Мына жерге де стиралка тұрады. Және де умывальныймен бірге тұрады. Люк барлығы бір жерде өшет. Гигиенический душ. Мына жерде мебельчиктер өздерінің полкаларын істейді дизайнмен. Вытяжкамыз бар. Электрический. Ол отдельно жанады. Отдельно қосылады. Және де осындай сушилка. Сушилка қазір қатырдық. Жүріп заодно клей қату үшін уақытша скотчпен сатып қойдық. Бұл жерде светі отдельно, вытяжкасы отдельно. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, арнамен бөлісіп қойыңыздар. Қазақ арнасы дамысын десеңіздер, достарыңызға бөлісіп қойсаңыздар болады. Канал көріп үйреніп ашылған канал. Бұл жерде қалай істеледі, барлығын өзін айтып көрсететін боламын. Сұрасаңыздар, ұялмай сұрай беріңіздер. Тек қана сіздерден қолдау. Біз жауап беруден жалықпаймыз. Қалай болып жатыр, өздеріңіз істеп отқандарыңыз қалай болып жатыр, барлық сұрақтар бойынша жауап беретін боламын. Комментария жазып отырыңыздар. Мебель
біткеннен кейін тағы да бір түсіретін боламын. Сол видеоны жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қойыңыздар.